Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің аймақтағы департамент қызметкерлері көліктік бақылау инспекциясының өкілдерімен бірге автожолдарға рейд жүргізді. Шара барысында жол бойында бірқатар заңсыздықты анықтады. Бүгінде жыл басынан бері 60 мыңнан астам ауыр жүк көлігі аймақтың өткізу бекеттерінен өткен. Кей көлік жүргізушілері жүк тасымалдау талабын елемейтін көрінеді. Өткізу пунктінен шамадан тыс жүктеп, оп-оңай өтіп кететін айтатын мамандар. Бұл бюджеттің миллиардтарына салынған жолдың сапасына кері әсер етіп жатыр. Бүгінде мамандар Орал-Атырау тас жолының бойындағы жүк көліктерін тоқтатып, тиелген заттың салмағын өлшегіш құралмен тексерді. Жүргізушіге сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік қағидатын түсіндіріп, және оларға арнайы жаднамалар беретін боламыз. Олардан күтілетін нәтиже жүргізушілердің көліктік бақылау инспекциясына немесе жолдағы жүрген полицияларға пара бермеу мәселесін түсіндіру. Өткені кеше ғана осы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 19 тамызда өткен кеңесте ең бірінші кезекте осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті тұрғындардың арасында, қоғамның арасында кеңінен насихаттауды атап өткен болатын. Жыл басынан бері облыстың өткізу пункттерінен 60 мыңнан астам жүк көлігі өткен. Инспекторлар мыңға жуық тасымалдаушыға 16 миллион теңге көлемінде айыппұл салған. Жол бойындағы тексеру кезінде кейбір ауыр көліктердің жүк тасымалына арналған құжаты жоқ болып шықса, кейбірі шамадан тыс зат тиеген. Ауыр салмақты автокөлік құралдарының жүру өту талаптарын бұзған үшін 93 әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылды. Соның ішінде карьерлік автокөлік құралдарында толтырылған хаттамалар саны 23, яғни тасымалдаушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларға салынған айыппұл көлемі 1 миллион 705 мың теңге болып табылады. Негізінен шектеулер, ауыр салмақты автокөлік құралдарының жүруіне шектеулер бұл көктемде мезгілде болады, сонымен қатар жазғы мезгілде. 1 маусым мен 15 тамыз аралығында 36 автокөлік құралының жүруіне шектеу қойылды. Тексеру кезінде жол бойында бірқатар заңсыздықтар анықталды. Енді заңды белден басқан жүргізушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылып, көліктері айыппұл тұрағына жіберіледі. Гүлсара Марат, Айбек Санғалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.